қаражат болмаса, қаражат жеткіліксіз болса, әрине денсаулық сақтау министрлігі жаңағы шекті шкаланы енгізеді. Өйткені ақша жетпейді, жетпегеннен кейін олар айтады, міне осыншама бюджетте қаражат бар ма? Сол қаражаттың ішіне кіру керек, соған сыю керек, басқа қаражатты жұмсамаңдар. Бұл үлкен қиыншылықтарға әкеліп отыр. Өйткені анау күні бардық, жаңа айттым ғой, травматологияға. Травматологияға енді адамдар аттан құлайды, жаңағындай тиісті бір жарақат алады, соған олар жоспарламай түсіп жатады. Бірақ бұл ауруханаларға денсаулық сақтау министрлігі шекті шкаланы беріп қойған, яғни мысалы қол сынғандардың осы айда 15 адам келсе, сол 15 адамға біз ақшаны төлейміз дейді. Ал 16 адам келсе, біз онда оны қабылдамаңдар, оған ақша төлемейміз дейді. Бұл нонсенс. Қалай сонда, егер біздің азаматтарымыз жарақаттанатын болса, егер оған ақша төленбейтін болса, онда олардың денсаулығына қалай не болады? Мы слышали это. Можно, коллеги, можно? Шектік жаңағы шкаланы алып тастау бойынша біз жаңағы ұсыныс айттық. Негізі бір мәселені біз түсінуіміз керек. Бұл жерде цифрландыру мәселесі шешілмей отыр. Қаншама жыл бойы айтылған мәселе цифрландырып, тиісті әдістемесін дұрыстамайынша бұл мәселе шешілмейді.